Сәлем достар, сіздермен Азиза. Әлемде талай қызық бар, тіпті ешқашан естімеген нәрсені естіп, таңдай қағып, таң қалып жатамыз. Бүгін біз сіздерге бір топ қызықты деректерді ұсынамыз. Бірінші, орта есеппен алсақ, балалар күніне 400 рет, ересектер 15 рет қана күледі. Сіз оны білдіңіз бе? Екінші, 5 адамның екеуі өздерінің алғашқы махаббаттарына үйленеді екен. Ең кішкентай бойлы адамдар жапондар. Адамдардың 47% айына бір рет қорқынышты түс көреді. Балалардың басым көпшілігі 7 минуттың ішінде ұйқыға кетеді екен. Шамамен 365 миллион адамда компьютер бар, ал жер шарының жарты тұрғыны телефонды әлі көрмеген. Мүмкін көрмегені де дұрыс шығар, оның себебін менің алдыңғы видеомнан көре аласыздар. Үй шаруасындағы әйелдер күніне 11 шақырымдай жаяу жүреді. Сізге өтірік айтып тұрған адамдар аспанға және солға қарай береді. Қытайдың батыс бөлігінде шайға қант емес тұз салып ішеді. Әлемдегі ең кең таралған есім Мұхаммед. Ұл балалар көбіне күндіз туылады, ал қыздар түнде. Еркектер әйелдерге қарағанда ұзақ, қатты әрі жиі күледі. Адам күніне 18 мың қадам басады. Ұзақ өмір сүрушілердің көбі әйелдер. Адам жылына 10 миллион рет көзін ашып жұмады. Америкалықтардың 40% стоматологқа барып көрмеген. Әлемде әр 3 секунд сайын дүниеге нәресте келеді. Басқа жыл мезгілдеріне қарағанда көктемде балалар тез өседі. Ауыр жаттығулармен айналысатын үлкен жастағы адамдар күнінен 4 литр тер төгеді. Америкадағы ең ауыр жұмыс Аляскада шаян аулау. Әлемде ай сайын 2500 ана өздерінің балаларын тастап кетеді екен. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып кетіңіз. Және де әр апта сайын қызықты видеолар көргіңіз келсе, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.